Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен керемет үлпілдек болып шығатын, басылып қалмайтын пикотидің рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Пикоти жасау үшін бізге ұн, су, қант, ашытқы, тұз және сұйық май қажет. Суымыз міндетті түрде жылы болу керек. Қантты, тұзды және ашытқыны салып, жақсылап араластырамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткіземіз. Көрсетілген мөлшерден артық ұнды қоспауға кеңес беремін. Себебі пикотиіміз қатты болып қалады. Қолға жабысып тұрса да артық ұнды қоспаймыз, тек сұйық маймен майлап жұмсақ қамыр илейміз. Илеп болғаннан кейін жылы жерге 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Бізге фарш, пияз және капустаны майдалап турап саламыз. Татымына қарай тұз, бұрыш салып жақсылап араластырамыз. Егер фаршыңыз майсыз болатын болса, сұйық май қоссаңыздар болады. Менде майлы болғаннан кейін сұйық май қоспадым. Қамырымыз дайын болғаннан кейін бірдей мөлшерде бөліп шығамыз. Егер қолға жабысып жатқан жағдайда қолымызды сұйық маймен майлап алсақ болады. Мен 60 граммнан бөліп шықтым. Он 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минуттан кейін пикотиімізді дайындаймыз. Пикотиіміз әдемі үлпілдек басылып қалмайтындай болу үшін қамырымызды жұқа қылып жаймауымыз керек. Егер жұқа қылып жаятын болсаңыздар, пикотиларыңыз басылып қалады. Дәл видеодағыдай өріп шығамыз, шетінен жинақтап өріп шығамыз. Егер өре алмасаңыздар, сіздерге оңай жолын көрсетемін. Оңай жолы кәдімгі дастарханның үстінде қойып түйсеңіздер болады. Ол өте оңай. Тағы да қайталап өтем, пикотиіміз үлпілдек басылып қалмау үшін жұқа қылып жаймауымыз керек. Дәл осылай столдың үстіне қойып жинақтасаңыздар, өте оңай өрілетін болады. Мантаваркамызды майлап, пикотиларымызды орналастырамыз. Пикотиларды орналастырғанда бір-бірінен алшақ етіп орналастырамыз. Себебі пикотилар піскен кезде көлемі үлкейіп, үлпілдек әдемі болып піседі. 40-45 минутта пісіреміз. Сіздерге ас болсын.